Налян өзін жайсыз сезініп тұрған кезде қасына отбасы келеді. Отбасы: Налян қызым, сенде барлығы дұрыс па? Седат Налянға: Налян, мені кешір, біз баламызды құтқара алмадық. Рафет мырзаның ашуы келіп әрең шыдап тұрады. Адил: қызым, сенде барлығы жақсы ма? Налян: әке, енді менің балам жоқ. Адил: уайымдама қызым, әлі барлығы жақсы болады. Ең бастысы сен өзіңді амансың, қалған еш нәрсені уайымдама дейді. Селен отбасына: біз Налянды бұдан ары мазаламасақ, шаршатпасақ болар еді. Бұл жерден кетейік, Налян демалсын дейді. Кенеттен Адил өзін жайсыз сезініп, жүрегі ұстап қалады. Налян қорқып: әке, сізге не болды? Дәрігерге тексеріліп көріңіз. Адил дәрігерге кетіп қалады. Фарида Налянмен оңаша қалып: қалағаның осы ме еді, дегеніңе жеттің. Мен саған қанша рет айттым, сыртқа шықпа, дұрыс күтін деп айттым. Бірақ ешқайсысын тыңдаған жоқсың. Тек өз дегеніңмен жүрдің. Менен көзіңді алма, көзіме тіке қара. Жарайсың Налян, сені құттықтаймын. Ақыры өз дегенің болды. Гүлжихан ханым келіп: Налян қызым, мен сені тастап кете алмадым, қатты уайымдап тұрмын. Апа, уайымдаудың қажеті жоқ, менде барлығы жақсы. Рафет Седатты оңаша әңгімелесуге шақырады. Седат әкесін барлығын біліп қояма деп қатты қорқып тұрады. Рафет Хайриге: барлығын сен айтып бер. Седат: әке, бұл оқыс оқиға болды. Мен сенен сұраған жоқпын, Хайриден сұрадым. Хайри Рафетке: біз серуендеп келе жатқанбыз. Бір кезде бір топ жігіттер бізге бас салды, сөйтіп төбелесіп кетті. Ақыр соңында осындай жағдайға ұшырадық дейді. Рафет: жарайды, сен кете бер дейді. Рафет Седатқа: Альппен араларыңда не болды? Седат: еш нәрсе. Ол сені жайдан жай соққыға жыққан жоқ. Кәне, шыныңды айт. Альп Налянды кездесуге шақырып оны ренжітті. Налян қатты қапалы болып маған айтты. Рафет: ол соншама қапа болатындай оған не айтты? Бұрын өтіп кеткен біздің Жаннамен ара қатынасымызды айтыпты. Рафет: ал енді өз дегеніңе жеттің бе? Сен өз балаңды өз қолыңмен өлтірдің. Сен жақсы бала да, күйеу де, тіпті жақсы әке де бола алмадың. Өз балаңды өзің қорғай алмадың. Сені өз қолыммен өлтіргім келіп тұр. Бірақ енді Налянды ренжітуіңе мен жол бермеймін. Енді бар да Налянның қасына бар. Сенімен тағы кейін сөйлесемін дейді. Рафет адамдарына қоңырау шалып: қайтсеңдер де Альпті маған табыңдар. Анасы Пераға қуанып: ақыры дегенімізге жетуге сәл қалдық. Пера: біз тек қана кофе іштік, артық еш нәрсе болған жоқ. Мейлі тамшы тама келе көл болады. Жайлап дегенімізге жетерміз. Пера: апа, сіздің күніңіз қалай өтті? Бәрі ойдағыдай өтті. Одан да кофемізді ішейік. Телефоннан жаңалықтарды көріп қалады. Онда Налянның ауруханада жатқанын көреді. Байқұс құсқа обал болды, отбасы қайғырып жатқан шығар. Апасы: бұл бізге керемет мүмкіндік. Сен осы жағдайды пайдаланып Музоға хабарлас, сөйтіп оған көңіл айт дейді. Сыртта журналистер қаптап тұрады. Біз енді олардан қалай құтыламыз? Рафет: артқы есікпен шығып кетеміз. Адилдің жүрегі тағы да ұстап қалады. Музо көмектесіп: сізге дәрігердің көмегі қажет, мен сізді апарайын дейді. Налян ауруханадан шығады. Журналистер сыртта көп болғаны үшін артқы есікпен шығып кетеді. Бірақ шығып бара жатқан кезде оны бір журналистер түсіріп алады. Хайри журналистерге: сендер кімді түсіріп тұрсыңдар? Тез камераларыңды жинаңдар, түсірмеңдер дейді. Журналистерді ұрып, камераның ішіндегі флешканы алып жерге тастап кетеді. Рафет Альппен бірге кездесуге келеді. Рафет: сен оңбаған, менің отбасыма не істегеніңді білесің бе? Альп: өте өкінішті, Налян ханым үшін мен қайтты қайғырамын, бірақ мен бұлай болғанын қаламаған едім. Осы жағдайға Седаттың өзі мәжбүрледі. Рафет: сен енді өтіп кеткен үшін неге енді кек алып жүрсің? Альп: сіз бұны өтіп кеткен жағдай деп ойлайсыз ба? Ол екеуі тағы да кездесіп жүр. Сенбесеңіз дәлелді қараңыз деп спальниде түскен бейнежазбаны көрсетеді. Сіздің балаңыз сізді және Налянды пайдаланып, оларға өтірік айтып жүр. Есі дұрыс адам, ол менің үйімде, менің спальниемде не істеп жүр? Мен Седаттың жазаланғанын қалаймын. Рафет үйіне келіп, Седатты қалай жазаласам екен деп ойланып отырады. Седат Селенге: сенің басыңнан өтті ғой осындай жағдай. Налянға барып көмектесші, сен не істеу керек екенін білесің дейді. Фарида орнынан тұрып барлығына: біз осылай аш отыра береміз бе? Мен Налянға тамақ әзірлеймін. Мен Налянның беті бер қарағанша осында тұрамын дейді. Ол мұнда не бітірмекші деп Гүлжихан ашуланып кетеді. Налян Беллурға: мен өзімнің жанымды бос қалғандай сезінемін. Беллур: бұның саған қалай ауыр тигенін білемін, бірақ сен еш алаңдама. Мен қасыңдамын, отбасың қасыңда деп жұбатады. Налян: мен сондай қатты қуанған едім. Мен қандай жағдай болмасын баламды қорғаймын деп уәде берген едім, бірақ орындалмай қалды. Сен әлі де сәбилі боласың. Налян: білмеймін, олай болмайтын сияқты, мен дайын емес сияқтымын.
Хайри Налянды уайымдап Такодан оның жағдайын сұрайды. Тако: Налянның жағдайы өте ауыр. Фарида Налянға тамақ алып келеді. Налян: апа, мен бұл тамақты ішкім келмейді. Фарида: неге ішпейді екенсің? Барлығын ішіп қоясың. Сен тағы да ана болу үшін сенің денсаулығың мықты болу керек. Рафет Седатты бөлмесіне шақырып алады. Рафет Седатқа: сен өзіңді ақылдымын деп санайсың ба? Кәне дәлелдеші менен ақылды екеніңді. Сен өтірік айтсаң, мені соған сеніп қалады деп ойладың ба? Сыртта Фарида ханым әңгімені естіп тұрады. Сен Жаннамен әлі кездесіп жүр екенсің ғой. Седат: Альп балаларын алып кеткеннен кейін Жанна менен көмек сұрады. Сөйтіп оның жанына бардым. Рафет: егер көмек сұраса, сен оның жатын бөлмесіне барасың ба? Сен жазадан құтылып кетемін деп ойлама. Таңертең мені күт, ал енді кет деп ұрсады. Седат шығып бара жатқан кезде Фариданы көреді. Фарида Рафеттің қасына келеді. Фарида: айтыңызшы, менің немеремнің өліміне кім кінәлі? Қызым Седатты жақсы көргеннен кейін оған тұрмысқа берген едім, ал қазір өкініп тұрмын. Сіз Седатты қалай жазаламақшысыз? Рафет: мен оны өмірінен есінен кетпейтіндей етіп жазалаймын. Қалай болса да ол жазалану керек, өз жазасын тарту керек. Седат ас үйде тұрған кезде оған Жанна хабарласады. Жанна: сен хабарсыз кеттің ғой. Налянға қиын болыпты, ол үшін қайғырып тұрмын. Седат: осының барлығына біз кінәліміз, біздің кесірімізден болды. Жанна: оған біздің не қатысымыз бар? Біз орманда жүрген кезде Альптың адамдары мені соққыға жықты. Не себепті? Альп себепсіз олай жасамаушы еді ғой. Екеуміздің қарым-қатынасымызды Налянға айтып қойды. Сен маған проблема тауып жүресің, ендігәрі хабарласпа. Мен сені де өзімді де жеп көремін. Менен аулақ жүр деп телефонды өшіріп қояды. Селин келіп Седатқа: еңсеңді түсірме. Седат: мен өзімді әлемдегі ең жаман адам сезінемін. Жақсы адам болайын десем де ылғи да қателесе беремін. Әкем қалағандай, сендер қалағандай адам болайын десем де ешбір болмай кетеді. Селин: сен көп қателік жібергенмен өте мейірімдісің. Седат: менің тағы да әке болғым келеді деп екеуі құшақтасады. Фарида Налянның жағдайын білуге келеді. Седатқа: енді Налянға қамқор бол. Рафет бұрынғы сүйіктісін ойлап тұрады. Гүлжихан бүгінгі жағдайды ойлап отыр екен деп ойлап болған. Біздің әлі де немереміз болады деп жұбатады. Анасы Пераға: сен Музоға хабарлас. Пера: қазір кеш болды ғой. Анасы: сонда да сен оған хабарласып көңіл айт. Пера анасының айтқанын тыңдап Музаферге қоңырау шалады. Музафер мырза, болған жағдайды естіп қатты абыржып қалдым. Менің құрбым да осылай баласын түсіріп алған еді. Қалай ауыр тиетінін содан біліп тұрмын. Бірақ уайымдамаңыз, олар артынша сәуелі болған болатын. Музафер: көңіліңізге рахмет, хабарласқаныңызға рахмет дейді. Пера: біз оларды қашанға дейін алдай береміз? Мақсатымыз орындалғанға дейін шыда. Налян ұйықтап жатқан кезде сәбидің жылаған даусын естіп оянып кетеді. Орнынан тұрып бірден астыға қарай түседі. Бұл Налянның түсі болатын. Бөлмеге кіріп қалса бәрі бақытты. Әкесі мен Жаннаның билеп жатқанын көріп: сен не істеп жүрсің? Жанна: Налян, неге сонша шуланасың? Әкеңмен көңіл көтеріп жүрмін деп қатты қарқылдап күледі. Налян қорқып шошып оянып кетеді.